Барлықтарыңа сәлем. Қалайсыңдар көрермендер? Бәріміздің де өзіміздің сүйікті блогерлеріміз бар. Дұрыс па? Дұрыс. Мен білем, әрқайсыңыз сол сүйікті блогерлеріңізге сообщение жазып көрдіңіз. А чё, мен де сөйтем. Так как мен де блогер болған соң, маған да сообщение жазады. Әр адам сообщениені әртүрлі қылып жазады. Біреу негативті түрде, біреу позитивті, біреу вообще шайып кеткен. Ол бөлек тема. Ал бүгінгі тақырып блогерлерге ешқашан осындай сообщениелар жазба деген. Я көрермендер, біз блогерміз, біз любой сұраққа жауап береміз сендерді. Бірақ кейбіреулер өтіріктен жаза береді. Біз сондай өтірік жазған адамдарға жауап бергіміз келмей қалады. Сендер блогерсіңдер, о, сендер любой сұраққа жауап береді. Жоқ, ондай емес. Біз өзіміз білеміз, кімге жауап береміз, кімге жауап бермейміз. Сондықтан да сіздерге айтайын, блогерлер өзіне қызық сұрақтарға жауап береді. Көрермен қызық сұрақ қояды, ол жауап береді. Түсінбей тұрған шығарсыз. Ендеше бастайық. Бірінші жіберетін қателік, мен сені бұрыннан бері қарап жатырмын. Или мен сенің подписчигім, маған тегін пиар жасап берші. Ешқашанда блогер сендерге тегін пиар жасамайды. Достар, егер сөйтіп жазатын болсаңдар, сендер уақыттарыңды босқа өткізіп жатсыңдар. Қайдан көрдіңдер блогерлер тегін пиар жасағанын? Егер сендер ютуберге тегін пиар жасап берші деп жазсаңыз, ютубер сендерді ютубты дұрыс түсінбейді деп ойлайды, оқымайды сендер сообщенияларыңызды. Игнор жасайды. Екіншісі, қашан видео шығады? Достар, блогерлерге өйтіп жазбай қойыңдар, қашан видео шығады. Мысалы, мен өзімде жақтыртпаймын, қашан видео шығады деген сұрақтарға. Вот ойлап қараңдар, мен жаңа ғана 1 минут бұрын видео салдым. Сол видеодан кейін маған қашан видео шығады деген сұрақ қояды. Достар, біз өзімізде білмейміз қашан видео шығатынын. Подготовка, съемка, монтаж, превью барлығын дайындау керекпіз біз. Оған арнайы уақыттарды білмейміз. Біз просто пландап қоямыз видеоны қашан түсіретінімізді, қашан видео монтаждайтынымызды, бірақ конкретно айта алмаймыз біз сізге қашан шығатынымызды. Сондықтан да біздің жынымызға тиеді қашан видео шығады деген сұрақтар. Үшіншісі, өтірік сұрақтар. Сендер блогерлерге өтірік сұрақ қоясыңдар. Нешедесің, қаяқтансың? Блогерлер ондай сұрақтарға баяғыда жауап берген. Сұрақ жауап деген рубрикаларында. Есте сақтаңдар. Блогерлер ешқашан оған баяғыда қойылған сұрақтарға жауап бермейді. Или жауап береді шығар. Кейбіреулер бар, бірақ мен жауап бермеймін. Сразу мен жеке парақшамда сол барлық сұрақтарға жауап береді тұр ғой. Неше жастамын? Қай қаладамын? Сондықтан да үшіншісі, өтірік сұрақ қоймаңдар. Барлық сұрақтарға жауап бердік біз сұрақ жауап деген рубрикада. Төртіншісі, маған тіркелші, маған лайк басшы. Достар, ол сендерге нақып керек. Я білем, достарыңызға мақтанушы керек шығар, бірақ біз сендерге тіркелсек не болады? Дым болмайды ғой, дұрыс па? Біз сендерге тіркелсек миллион подписчик болмайды сендерге. Біз сендерге тіркелсек ешкім сендерге миллион теңге бермейді. Енді андасына көрермендеріме лайк басып тұрамын, енді андасына инстаграмға маған лайк басса көбірек. Поняли, да? Я солай. Бесіншісі, спам жіберме. Я спам деген не екенін білетін шығарсыз. Любой ссылка, любой зат, не десем болады. Өтірік заттар жібереді. Мысалға, егер ақша тапқың келсе, осы жерге кірді, саған бесплатно ақша беріледі, 50 мың бонус. Жоқ, болмайды. Блогер сендерге ешқашан жауап бермейді. Енді сендерге айтайын, блогер қай кезде сендерге жауап береді? Қандай сұрақтар жазсаңдар, блогер сендерге жауап береді? Креативный. Логично ғой. Креативный сұрақ қойыңдар. Блогерге ешқашан қойылмаған сұрақтар. Аз сообщение жазыңыз. Сообщение жазыңыз да ұмытыңыз. Блогер өзі қол босаған кезде сіздерге жауап береді. Бірақ ол сообщение привет, қалайсың деген болмасын. Мысалға, сенің каналың өте маған ұнады. Отзыв тастаңдар, отзыв. А то кейбіреулер бар. Жазады сообщение. 1 минут өтеді, неге жауап бермей жатыр? Қайтадан жазады, так неге жауап бермей жатыр? Так жазады, чорт, мал, бірдеңе, все, бас бірдеңе, мал, шірдеңе, майоп. Жоқ, болмайды сөйтуге. Блогер сендерді мынандай деп ойлап қалады, и жауап бермей қалады. И все, болды. Все, көрермендер, болды. Никак тастайды сені. Ой, нафиг. Ол все. Сондықтан да, достар, осылай. Блогерлерге қалай жазу керек деп мен өзім совет бере алмаймын. Оны ютубтан қараңыз. Ал мен сендерге блогерлерге не жазу болмайтынын түсіндірдім, айттым. Егер осы сендерге видео ұнаса, осы видео лайк басып канал тіркел. Және де менде инстаграм бар, достар, соған тіркеліп кетіңіз. Лайк басыңыз. Мен де сендерге мүмкін лайк басатын шығармын. Және де осы видеоға 5000 лайк жинап тастаңыз. Просто так 5000 лайк и все. Мүмкін жаңа видео шығады. Сендермен болған мен Қуанғали Нұрболат. Пока-пока, чао.